Видеоларыңызды қосасыздар ма, әріптестер? Видеоны қарап отырған өте қосайық. Құрметті әріптестер, оқу жылының аяқталуымен демалыстарыңыз сәтті өтсін. Енді араларыңызда демалысқа шыққандарыңыз бар, шықпағандарыңыз бар. Соған қарамастан түсіністік танытып, алтын уақыттарыңызды бөліп, қосылып жатқандарыңызға көптен көп рахмет айтам. Енді өзімді таныстырып өтетін болсам, мен Ахметова Бағдат Иманбайына, Саран қаласы номер 2-ші жалпы білім беретін мектебінің орыс сыныптарына қазақ тілі мен әдебиеттен сабақ беремін. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, біздің ұстаздар қауымы өздерінің авторлық жобаларын қорғап жатыр, таратып жатыр. Сол себепті мен де өзімнің осы 2-ші және 4-ші сыныптар арасында арналып жасалған әдістемелік көмекші құралымды өздеріңізбен бөлісуге бүгін бел буып отырмын. Сол себепті өздеріңіздің бастарыңызды қосып отырған жайым бар. Енді уақыттарыңызды көп алмаймын. Қысқа да нұсқа осы әдістемелік көмекші құралындағы жаңағы бастауыш сыныптарына арналған логикалық жаттығулармен бөліскім келіп отыр сіздермен. Олай болса, кезекті презентацияға берейін. Бұл әдістемелік көмекші құралымның тақырыбы үлгерімі төмен оқушылармен жүргізілетін жұмыс түрлері, яғни 2-ші, 4-ші сыныптар арасына арналған. Енді қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, орта буынды алсақ та, жоғарғы буынды алсақ та, әр сыныпта үлгерімі төмен оқушылар кездесетіні ол бізге мәлім. Әсіресе үлгерімі төмен оқушылар көбінесе бастауыш сыныптарда кездесіп жатады. Енді сол себепті осы жұмысымды осы тақырыпқа арнадым. Енді бұндағы менің әдістемелік көмекші құралдағы негізгі алған мақсатым үлгерімі төмен оқушылармен жыл бойы жұмыс жүргізе отырып, қабілеті төмен оқушылардың жеке тұлғалық мүмкіндіктерін ашуға көмектесу, пәнге деген қызығушылығын арттыру, мемлекеттік білім стандартын меңгерту. Міндеті әр сыныптағы үлгерімі төмен оқушыларды анықтау, жыл бойы жұмыс жүргізу арқылы үлгерімі төмен оқушылардың үлгерімін жоғарылату. Күтілетін нәтиже: оқушының оқуға деген ынтасы артады бұл жерде, өзіне жеке тұлға ретінде сенімі қалыптасады, сабаққа деген көзқарасы өзгереді, үнемі өзіне деген мұғалім тарапынан қолдап қолпаштауды сезінеді, шығармашылық қабілетті шыңдалады және қоғамдық жұмыстағы өз жауапкершілігін сезінеді. Бұл әдістемелік көмекші құралында жазғанда мен оны 3 бөлімге бөлдім. Яғни бұл құрал 3 бөлімнен тұрады. Негізгі 1-ші бөлім, 2-ші бөлім және 3-ші бөлімге бөлген болатынмын. 1-ші бөлім фонетикалық дыбыстарға арналған тапсырмаларға құрылған. 2-ші бөлім лексика, сөздік қорды дамытуға арналған тапсырмалар. 3-ші бөлім мәтіндермен жұмыс. Яғни мен неге бұны 3-ке бөлдім? Яғни мен жеңілден қиынға деген принципті ұстана отырып, әр бөлімде 1-ші бөлім жеңіл тапсырмалар, 2-ші бөлім кішкене күрделі, 3-ші бөлім одан да күрделірек деген сөз ғой. Мысалға үшін 3-ші бөлімге тоқталатын болса, мәтіндік жұмыстарға, ол жерде менде сауаттылықты дамытуға байланысты мәтіндермен жұмыс жасау. Яғни басында қысқа мәтінмен, одан кейін мәтіндер арқылы мәтіннің басы беріледі да, соңын оқушылар жалғастыру арқылы және тесттік жұмыстарды осы мәтін арқылы орындау тапсырмалары берілген. Келесі 1-ші бөлім
фонетика дыбыстарына арналған тапсырмалар, яғни оны өздеріңіз білесіздер. Бұл бөлімде тапсырма түрлері фонетиканы тереңірек меңгеру, оқушыларға көмектесу фонетика төңірегінде. Жинақта ұсынылған тапсырмалар оқушының сауатты жазуына, сөз тіркесі мен сөйлем құрап жазуына, дыбыстық талдау жасауына, әртүрлі тақырыптағы кестелерді толықтыруға үйретеді. Лексика бөлімінде сөздік қорды дамытуға арналған тапсырмалар берілген. Жаңа әдістемелік көмекші құралда бұл бөлімдегі тапсырмалар балалардың сөз саптау қабілеттерін, сөздік қорларын дамыту үшін бағытталады. Үшінші бөлім, жаңа өзім айтып өткендей, бұл мәтінмен жұмыс, яғни бұл бөлімді жазудағы мақсатым балаларға мәтінді мазмұндап үйрету, қысқа мәтіндер беріліп, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру сияқты тапсырмалар бар. Сонымен қатар мәтіннің басы беріледі, балалар сол өз қиялдарын ұштастыра отырып, өз ойларын шыңдау мақсатында мәтінді өздерінше аяқтауы қажет. Бағдарламаның ерекшелігі балаларды жалықтырмайтындай етіп жасалған тапсырма түрлері. Яғни айттым ғой, жеңілден қиынға қарай деген ұстанымды ұстандым. Сонымен қатар әр 10 тапсырма сайын сергіп алайық деген айдар бойынша сергіту сәті енгізілген. Енді бірінші тапсырманы тоқталатын болсам, мен ішінен таңдап алдым енді қызықты деген тапсырмаларды. 7-ші тапсырма, осы көмекші құралдың ішінде, бұл адасқан әріптер ойыны. Әрине, енді мен орыс сыныптарына сабақ бергендіктен, ол балалар енді қазақ тілге кішкене шорқақ келеді, оны өздеріңіз білесіздер. Сол себепті слайдты қосасыз ба? көрінбей тұр ма слайд? Кешіріңіз, слайдыңыз жүрмей тұр, соны қосып жіберсеңіз. Қазір, аха. Ағаны суретте тұр ба? Енді көрінді ме? Көрінді ме? Енді мен осы жаңағы Мен осы 7-ші тапсырмада адасқан әріптер ойынын алып отырмын. Бұл жерде мінекей сөздер берілген. Енді орыс сыныбының балалары болғандықтан әрине жеңіл түрде алдым. Мына сөздермен балалар, орындар ауыстырылған сөздермен балалар дұрыс сөз құрап шығу керек. Енді бірінші қатардағы сөз қандай сөздер едіңіздер сіздер? Ірімшік. Екінші қатардағы? Көгершін. Көгершін ба? Көгершін. Жақсы. Үшінші қатардағы сөз қандай сөз? Онда тек қана бір сөз шығармайсыздар, осы 3 сөзден бірнеше сөз шығаруға болады. Жолбарыс деп отырсыздар, иә? Жолбарыс өте жақсы. Енді бірінші жаңағы ірімшік деген сөзді айттыңыздар, иә? Көгершін деп атсыздар біреулеріңіз. Ірімшік деген сөзде мысалға үшін тағы да қандай сөздер құрауға болады? Осы берілген әріптермен. Тек қана ірімшік емес, тағы қандай сөздер шығады? Ірі. Жақсы. Кіші. Жақсы. Ірі да? Кір. Іш деген сөздер шығады, жақсы. Шірік деген сөз шығады. Шірік. Жақсы, өте жақсы. Екінші қатардағы сөзден тағы қандай сөздер құрауға болады? Өш. Жақсы. Көне. Жақсы. Шегер. Жақсы, өте тамаша. Келесі үшінші қатардағы сөздермен қандай сөздер құрауға болады? Жолбарыстан басқа.
Ас. Иә. Жақсы. жоба, Жоба. Жол. жарыс, Жарыс. Рас. Жақсы. Рас. Жол да? Жақсы, өте тамаша. Белсенділік танытып отқандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі қатардағы сөзді қарайық. Сол сияқты тоже. Бірінші қатардағы сөзбен қандай сөз құрауға болады? Шықпады ғой. Екіншісі шықпай жатыр. Шықпай қалды ма тағы да? Шықты. Шықты ма? Шықты. Аха. Енді қараңыздар, аха. Бірінші қатардағы сөзбен қандай сөз құрауға болады? Шар. Жақсы. Уық. Жақсы. Қар. Жақсы. Жақсы. Келесі қатардағы сөз. Екінші қатардағы. табақ па? Жақсы. Ас. Жақсы. Бақ. Жақсы, өте тамаша. Келесі қатардағы сөз. Өте тамаша. Соңғы қатардағы. Қар. Мақ. Жақсы. Марал. Ара. Ой, ара деген сөз шығады. Жақсы, керемет. Келесі кезекке кетейік. Көрініп тұр ма? Жоқ, шықпады. Ақ шықпады да қазір. Енді мынандағы сөз буындар берілген, бұл жерде буындарды қосып сөздер құрастыру керек. Пікір. Қарбыз, Қарбыз. қағаз, Қағаз. Өте тамаша. кірпі, Кірпі. Жақсы. Келесі. Сағыз. Сағыз. Келесі слайдқа кетіп. бөлме, Бөлме. Өте тамаша. Енді келесі тоқталайық. Бұл жерде өзің білетін сөздерге көптік жалғауын жалға дейді. Енді бұл балалар өте осыны қызықты орындайды. Қызығып орындайды осы тапсырманы. Енді бұл бәрімізге белгілі ғой. Балалар, бөлмелер, адамдар, кілемдер, кітаптар, кабинеттер деген сияқты, иә? Өздері табады балалар бұны. Келесі. Мынау бас қатырғыш тапсырма. Бұны да балалар жақсы орындайды. Қасында мінекей оң жағында суреттер тұр. Осы суреттердің атауы мына сөздерден табу керек. Ал қайсыларыңыз табасыздар? Бауырсақ деген сөз қай қатарда тұр? Кім айтып жібереді? Бірінші қатарда. Бірінші қатарда. Жақсы. Одан кейін тау деген сөз қай қатарда тұр? Оң жағында ма, сол жағында ма? Тігінен бе, көлденең бе? соңғы қатарда тұр. Екінші әріптен бастап тау деп. Жақсы. Ұлу деген сөзді қайсыларыңыз көріп тұрсыздар? Жоғарыда ма, төменде ма? Ең соңында тұр. Ең соңында. Өте жақсы. Қуыршақты қайсыларыңыз көріп тұрсыздар? Екінші қатарда. Өте жақсы. Өте тамаша. Енді қараңыздар, мынау келесі тапсырма, бұл да бас қатырғыш, яғни логикалық тапсырма. Бұл жерде оқушылар у деген әріпті тауып, бояп шығу керек. Көріп тұрсыздар ма? Яғни мынау у дегеніміз тең ортада тұр. Осыны оқушы табады да бояп шығады. Содан кейін келесі тапсырма менде осы уға байланысты мынадай жұмбақ берем. Уықта бар, жайықта жоқ. Суықта бар, қайықта жоқ. Ол қандай дыбыс деймін? Сол кезде балалар бірден ойланбастан у деп жауап береді.
жұмбақты шешу. Келесі, бұл да өте қызықты бір тапсырма. Балалар бұны да сондай прям жақсы орындайды. Яғни берілген суреттер бойынша 5 немесе 3 айырмашылықты табу керек. Ал қайсыларыңыз айтасыздар? Қандай айырмашылықты байқап отырсыздар бірінші суреттен? Бас киімінде. Жақсы, дұрыс, бас киімде. Сосын қай жерде айырмашылық? Үшбұрыш, астында. Өте тамаша. Үшбұрыш, иә. Үшбұрыштың ішінде үшбұрыш берілген. Өте тамаша. Сосын екі баланың ұстап отырған тірек ішінде айырмашылық бар, иә? Біреуі қызыл, біреуі сары. Және аяқ киімдерінде өзгешелік бар, иә? Бас киім. Жақсы, бас киімде айттыңыздар. Өте тамаша. Одан кейінгі шығарып көрдік. Бұл да бір сергісу сәті кезінде мен берем осы ойындарды, балалар жалығып кетпесін деп. Сол кезде мынау тұрған ананас, алма, жүзімді жәшіктерге дұрыс жолмен барып салу керек. Өзі бағытталған стрелкалар бар, сол бағыт бойынша салу керек та. Бұны да жақсы қызығып орындайды балалар. Одан кейін марғау анасына қалай жетеді? Лабиринт арқылы марғау анасына жетеді. Оны да жақсы орындайды. Келесі тапсырма, бұл жерде 3 айырмашылықты табу керек. Мына суретке мұқият қарап алыңыздар. Сосын кейін келесі мінекей. Мына жерде қандай айырмашылық көріп тұрсыздар? Біріншісінде күн жоқ. Бар. Аяқ киімінде. Аяқ киімінде. Және шаш басқышында. И біреуінде көйлек, біреуінде сарафанда. Қыздың үстінде. Жақсы. Келесі. Енді мынау да қызықты ойынның бірі. Біз білеміз, иә, у бірде дауысты, бірде дауыссыз болатынын білеміз. Сондықтан уды 2 топқа топтастыру керек бұл жерде. Яғни берілген суреттерден қай жерде у дауысты болады, бірінші топқа топтастырамыз. Қай жерде у дауыссыз болады, оны екінші торкөзге топтастырамыз. Ал айтып жіберіңіздер. Бірінші торкөзге қай суреттер топтастырамыз? Дауысты. Автобус. Өте жақсы. Қалғандары екінші торкөзге дауыссыз. Өте тамаша. Келесі. Мынау енді біз ың мен ың дыбысынан шатасады ғой көбінесе орыс тілді балалар. Өзімізді қазақ сыныбында балалар шатасып жатады ғой, сол себепті алынған тапсырманың түрі болатын. Бұл енді білесіздер өздеріңіз, қай жерде ың, қай жерде ың, бәріңіз ұстаздарсыздар ғой, бұл енді жеңіл, мен бұны кете берейін, жүріп кете берейін, бірақ бастауыш балалар жақсы орындайды. Мінекей, қай жерде сөздер. Келесі слайд. Міне сөз жұмбақты шешу. Тігінен сөздерді қойып шығамыз, көлденеңнен оң жақтағы тұрған сөздерді қойып шығамыз, суреттерді қойып шығамыз. Қоямыз ба? Қалай қарайсыздар? Ұштағыш, да, бірінші. Қалан, сап. Үшінші. Қоямыз. Жақсы. Жақсы. Бәрі толық табылды ма? Үшке не жаздыңыздар? Көлденеңнен. Сызғышта. Сызғыш өте жақсы. 4 мынау тұрған. Дәп жоқ, 4-ші неме? 2-4. Дәптер емес, жоқ, неме? Пенал. Қайшы да? Қайшы. Жақсы. Келесі кете берейін.
Так, енді қараңыздар, мына жерде колесо берілген. Бұл жерде мынау көп мағыналы сөздер. Яғни таудың басы, адамның басы, сөздің басы, жұмыстың басы, бұлақтың көзі, адамның көзі, күннің көзі және иненің көзі. Осы жаңағы көп мағыналы сөздермен оқушыларға сөйлем құрату. Бұл тапсырма. Так, оны да өздеріңіз білесіздер. Енді мен өзім айттым ғой, сіздерге көп уақыттарыңызды алмаймын деп, сондықтан тез айтуға тырысып жатырмын. Енді мен осы жаңағы әдістемелік көмекші құралымдағы ең басты деген қызықты тапсырмаларды алып өздеріңізбен бөлісіп отырмын ғой. Бұнда негізі жазба жұмыстарда анандай сабақта берілетін сөйлем құрау, көп нүктенің орнына қою, адасқан сөздерді табу, дауысты дауыссыз дыбыстарға байланысты екі топқа бөлу, тиісті орынға қою деген тапсырмалар өте көп. Енді оның бәрін алмай-ақ қояйын дедім. Сонымен бұны өзім жыл бойы қолданғандағы өзімнің шығарған нәтижем мынадай болды. Мен жылдың басында, аяғында жаңағы балалардан әр 90 сайын осы тапсырмаларды өту барысында сынақ тест алып отырдым. Мен соның ішіндегі басы мен соңын ғана мониторингқа түсіріп, мындай мониторинг жасадым. Міне көрсеткіштер. Мынау көктерім мені бірінші басындағы алған сынақ тестімнің нәтижелері, екінші қызылмен белгіленген, ол екінші алған сынақ тестімнің нәтижелері. Сонда өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, міне көрдіңіздер ме, қаншама нәтижеге қол жеткізген оқушылардың. Сондағы менде шыққан, мінекей, бірінші 90-да үшінші Б сыныбын алдым. Енді ең төменгі класс сапасы, білім сапасы жағынан төмен болғандықтан осы сыныппен жұмыс істедім. Сонда бірінші 90-да бұл сыныптың білім сапасы 50% болған. Екінші 90-да 3%-ға көтерілді, 53 болды. Үшінші 90-да 53,8% болды. Төртінші 90-да нәтиже өте жоғары, 61,5 болды. Тіпті менде анау бірінші 90-да, екінші 90-да, үшінші 90-да 3-ке шыққан балалардың төртінші 90-да 4-ке шықты. Ал жылдық қорытындым менде 61%-ды көрсетті. Сондағы менің міне жылдық қорытынды мониторингін жасағанда, міне уже мониторингтан да байқалып тұр нәтиженің қандай екені. Құрметті әріптестер, сіздерге көптен көп рахмет. Уақыттарыңызды бөліп қосылғандарыңызға, түсіністік танытқандарыңызға сіздерге көп рахмет айтам. Енді пікірлеріңізді білдірсеңіздер қалай? Әріптестер, видеоларыңызды қосасыздар ма? Мен неге скрин жасап алайын? Сосын пікір айтам деушілеріңіз бар ма орталарыңызда? Бір-екі пікір айтып жүрсеңіздер. Рахмет. Қалғандарыңызда қоссаңыздар видеоларыңызды, скрин жасайын. Мен пікір айтсам бола ма? Айтыңызшы. Осы үлгерімі төмен оқушылармен жүргізілген жұмыс түрлері деген авторлық бағдарлама жасапсыз. Соның тапсырмалары мен презентациясы мұғалімнің, яғни сіздің шеберлігіңізді, жанашырлығыңызды және жанашыл көзқарас екенін айқын көрсетіп тұрған бір еңбектің бірі деп ойлаймын. Әр тапсырма оқушының мүмкіндігін ашады. Презентацияға көркем әрі мазмұнды түрде тақырыпты терең ашты. Бұл әдістемелік құрал тек қана ұстаздарға ғана емес, сонымен қатар шәкірттерге де көп көмегі тиеді деп ойлаймын. Рахмет пікіріңізге, рахмет. Тағы да айтам деушілеріңіз бар ма? Бар ма тағы да араларыңызда айтам деушілер пікір? Чатқа жазыңыздар онда, иә, айтпасаңыздар. Жақсы. Олай болса, көптен көп рахмет. Тағы да көп рахмет айтам. Уақыттарыңызды бөлгеніңізге, қосылғандарыңызға. Онда сау саламат болыңыздар.
Жақсы, шыға берулеріңіз